Армысың құрметті жаңадан келіп жатқан трейдер достар. Бүгінгі күні сіздермен брокерлік сауда платформасында графикада трендтерді анықтаймыз. Ол трендтер тек қана елдерде восходящий тренд немесе нисходящий тренд деп аталады. Және де қосымша үшінші бағаның бір қалыпты қозғалатын түрі болады. Ол боковик деп аталады кейбір жерде консолидация, кейбір жерде флет деп аталады. Сол себепті қазіргі уақытта мен сіздермен TradingView брокерлік сауда платформасында британдық активін барын ашып, сіздермен трендтерін анықтаймыз. Мінекей бұл жерде өздеріңіз көріп отырсыздар. Восходящий тренд мен сіздерге мінекей скриншотпен көрсетемін. Бұл жерде естеріңізде болсын, восходящий трендте әрқашан линия сызығы астынан төменнен жоғары қарай сызылады. Жоғарыдан емес, только астынан. Себебі бұл жерде восходящий тренд болғаннан кейін әр уақытта бағаның линия поддержка арқылы көтерілетін естеріңізде сақтаңыздар. Сонымен қоса енді қазір басқа графикадағы басқа барды ашам. Бұл евро ЖПУ, евро японский иен. Осы барды ашып, бағаның төмен нисходящий трендпен кетіп жатқанын көрсетеміз сіздерге. Мінекей естеріңізде болсын, восходящий тренд егер астынан жоғары қарай сызылса, линия поддержка, бұл жерде нисходящий трендте жоғарыдан төмен қарай сызылады. Үстіңгі жағынан сызылады линия тренді, өйткені ол уровень сопротивления деп есептелінеді. Бірақ алайда восходящий трендте астынан сызылатын болса сызық, нисходящий трендте бағаның үстіңгі жағынан сызылатын болады. Сонымен қоса мінекей өздеріңіз көріп отырсыздар, бағаның бір қалыпты бір жерде қозғалатын мінекей скриншотпен сіздерге көрсетемін. Бұл жерде нақты консолидация көрсетіліп тұр. Бұны кейбір жерде боковой движение деп аталады, кейбір жерде нейтральный тренд деп аталады, кейбір жерде консолидация деп айтады, кейбір жерде флет деп аталады. Ал негізінде бұны основной TradingView сауда платформасында боковой деп аталатын болса, кейбір жерде нейтральный тренд деп аталатын болады. Естеріңізге салып өтейін, восходящий трендті әрқашан кейбір трейдерлар бычий тренд дейді, бұқа тренді деп атайды, өйткені төменнен жоғары қарай көтерілгеннен кейін. Ал нисходящий трендті бұл жерде аю тренді дейді, медвежий тренд, өйткені аю өзінің жемтігін жоғарыдан төмен қарай басқандағындай төмен қарай басады. Ал консолидация бұл жерде боковой движение, әрқашан бағаның бір қалыпты не жоғары не төмен кетпей бір қалыпты қозғалып бара жатқанын көрсетеді. Сондықтан оны кейбір жерде консолидация деп айтады, кейбір жерде флет деп айтады, кейбір жерде боковой движение дейді, кейбір жерде нейтральный тренд деп айтады. Негізінде бар жоғы бұл трендті нейтральный тренд деп есептеген дұрыс болады. Құрметті достар, бүгінгі күндеріңіз берекелі әрі сәтті болсын. Ойлаған мақсаттарыңызға жетіңіздер, оқыңыздар, білім алыңыздар. Әрқашан жетістікке жетулеріңізге тілектеспін.